Бүгінде ара балының адам денсаулығына пайдалы екендігін білмейтін кісі кемде-кем. Бал қосылған шай ішсеңіз, бойыңыз сергіп, көңіліңіз көтеріңкі жүреді. Алайда, балмен емдеудің түрлі жолдары мен әдіс тәсілдері көп екендігін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Ендеше тыңдай отырыңыз. Тістің түбін бекемдеп, тісті ағартуға бал мен уксусты қосып, тісті 3-4 рет шайса, тістің түбі бекемделеді, тіс әппақ болады. Құлақ ауруларына, сиыр сүтіне, ешкі сүтіне, бұлар болмағанда жұмыртқаның ағына балды араластырып жылытып, құлаққа тамса, әртүрлі құлақ ауруларын жазады. Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әртүрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі бал жеу. Жатар алдында 1 шай қасық балды 1 стакан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етеді. Тез ұйықтауға көмектеседі. Таза ауада көбірек жүру, күнделікті бір уақытта дағдылану да өз кезегінде ұйқының тұрақтылығына ықпал етеді. Қан қысымы көтерілгенде зығырдан 50 грамм, балдан 60 граммды 220 грамм қайнаған суға қосып, күніне 2 рет ішсе, қан қысымын төмендетеді. Отқа, қайнаған суға күйген жеңіл күйікке, жараның бетін физиологиялық тұзды сумен тазалап жуып, артынан жараға бал жағады. Суық тигенде, тұмауратқан кезде балды ыстық сүтке, немесе лимонның шырынына қосып, аурудан әбден айыққанша ішкен дұрыс. Ол үшін 1 стакан ыстық сүтке 1 шай қасық бал қосып ішеді, ал сүт жақпайтын адам үшін бүтін 1 лимонның шырынына 100 грамм бал қосып, әбден езілгенше араластырып, сұйылған соң пайдалануға болады. Оны ішкен соң 2-3 күндей жылы үйде жатқаны жөн, өйткені бал адамды терлетеді, ал терлеген кезде тез суық тиеді. Сондай-ақ, шайнекте қайнап тұрған суға 1 ас қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қызарғанын басады. Асқазан ішек науқасына шалдыққан, не қышқылы аса көбейіп, керісінше өте азайып кеткен адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Балықтың майына қосылған бал асқынған жарақатты оңай жазады. Аузы ойылған адам бал жесе тез айығатыны белгілі. Бал жүрек ауруы бар адамдарға таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың шырынына қосып та ішеді. Қатарынан 1-2 ай үзбей ішкен ауру адамның жағдай айтарлықтай жақсарады. Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғуы нашарлаған адамға да бал жақсы көмектеседі. Қатарынан 1-2 ай үзбей, күніне 50-140 граммға дейін бал жеген адамның жағдайы жақсарады. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.